Ашмай қалмас. Ашылды ма сізде? Ашылды. Ашылды да кетіп қалады ма? Жоқ, астында тұрған. Аха. Міне, дауысын шығарыңыз. Басыңыздан. Басыңыз. Басам ба дауысын? Басыңыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Тірейді ғой мынау. Ашық сабаққа қош келдіңіздер. Білім қоржындарыңызды толықтырар, қызықты әдістер мен пайдалы ақпараттар алады деген сенімдемін. Іске сәт. Қызым қымызы шығу керек еді. Шықпай қалды ма? Ұстамай қалды ма? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ашық сабаққа қош келдіңіздер. Білім қоржындарыңызды толықтырар, қызықты әдістер мен пайдалы ақпараттар алады деген сенімдемін. Іске сәт. Қайырлы күн. Балалар, сендерге топтық жұмысқа әр түрлі тапсырмалар дайындап келдім. Тапсырманы талдап командалық жұмыс жасап, үздік нәтиже көрсететіндеріне сенімдімін. Іске сәт. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ашық сабаққа қош келдіңіздер. Білім қоржындарыңызды толықтырар, қызықты әдістер мен пайдалы ақпараттар алады деген сенімдемін. Іске сәт. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі ашық сабаққа қош келдіңіздер. Білім қоржындарыңыз толығып, сапалы әрі қызықты ақпараттар аласыздар деген сенімдемін. Іске сәт. Сәлеметсіңдер ме балалар? Тапсырманы дұрыс орындау үшін мен айтатын ақпаратты мұқият тыңда. Ақпарат алмасу тек технологиялық қарым-қатынас қана емес, сонымен қатар лингвистикалық құбылыс. Адамдардың тілді пайдалануы, сөз бен сөз тіркестерін қолдануы, мәліметтерді түсіну сынды мәселелер тіл білімінің маңызды саласына айналып отыр. Әр мемлекет жасанды интеллектіні өз тілінде сөйлетуге тырысуда. Қайырлы уақыт, құрметті оқушылар. Топтық тапсырмада сіздер топырақтың құрамын әр түрлі заттарды араластыру арқылы тәжірибе жасап, өз қорытындыларыңды ұсынсаңдар деймін. Іске сәт. Бір бағыттағы қалып қою. Қашықтау жылдамдығын табу үшін жылдамдықтардың айырмасын есептеу керек. Мысалы, 75 азайту 50 тең 25 км/сағат жеңіл автокөлік пен автобустың бір-бірінен қалып қою. Қашықтау жылдамдығын табу үшін V қашықтық тең V жеңіл автокөлік, V автобустың жылдамдығы. Олардың 3 сағаттан кейінгі ара қашықтығын білу үшін 25-ті 3-ке көбейтсе мәні 75 км-ге тең болады.